Джейми Варди ойын ортасында Red Bull'дан ұрттап алып, қанаттанып, артынша гол соғып, ассист беріп, АПЛ-дың рекордын орнатып үлгерді. Не дейміз енді? Рекорд құтты болсын. Ал енді видеода жалпы қандай рекорд? Энергетикте не үшін ішті? Энергетикалық сусындарға әуестігі және кейін сол үшін айыппұл төлейді ме? Сол туралы айтатын боламыз. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, Желаяқтай арнасына тіркеле кет. Сенің қолдауың мен үшін ауадай маңызды. АПЛ-дың 13-ші тур аясында Вулверхэмптон мен Лестер Сити клубтары кездескен болатын. Есеп 0-4. Лестер кестеде жағдайы мүшкіл болса да, қарсыласына жауапсыз 4 гол соқты. Бұл матчтың қызығы тек қана 4 голдан тұрмады. Матч ортасында қосалқы құрамда отырған Джейми Варди өзінің Red Bull'ын ішіп күш жинап алғандай болды. Себебі 61-ші минутта шыққан ол 65-ші минутта Мэдисонға ассист беріп, 79-ші минутта өзі гол салды. Бұл гол жай гол болмады. Осы голдың арқасында АПЛ-дегі 30-дан асқандардың арасындағы ең көп гол соққан ойыншы атанып отыр. Яғни Вардидің алдында тек Арсенал клубында бұрын ойнаған Ян Райт қана 30-дан кейін 93 голымен тұрған. Ал Варди мұны домалақтап 100 гол етіп рекорд қойды. Жарнамадағы Red Bull қанаттандырады сөзі шынымен де қанаттандырған секілді. Осы қылығы үшін айыппұл төлейді ме? Әлде бір сөз естиді ме деп көптеген сыбыстар шығып еді. Бірақ ешкім ешнәрсе демеді. Бәлкім мұндай жағдайлар тым өте сирек және ешкім өзінің еркіндігінде жасағысы келмейтіндіктен шара қолданылмаған шығар. Себебі шынымен де кім дәл жүгірердің алдында энергетик сусындарға тойып алады. Жалпы дәл осыдан бірнеше күндер бұрын Red Bull компаниясының директоры, іргетасының қалаушысы Дитрих Матешиц 78 жасында көз жұмған екен. Вардидің іс-әрекеті құрмет секілді жолданғандай көрінді. Әрине бұл туралы нақты фактілер жоқ. Бірақ жалпы шынымен де солай көрінеді екен. Вардидің Red Bullға жалпы энергетикалық сусындарға әуестігін білеміз. Ол өзінің өмірбаяны жазылған кітабында осы туралы көп айтқан. Тіпті Red Bull өзінің диетама кіреді деп те қалжыңдайды. Немесе шынымен де солай дейді. Себебі өмірімде мұндай Red Bull'ды әдетті өміріне су ішкен секілді қосқан адамды мүлде көрмеппін. Төсектен тұрған соң балаларымды оятамын. Одан кейін төменге түсіп таңғы ас жасаймын да Red Bull'дан ішіп аламын. 30 секунд ішінде бір бөтелкесін бітіремін. Түске таман түскі ас кезінде тағы да бір банкасын ұрттап аламын. Ал матчқа дейінгі уақыттарда 2 еселенген эспрессо кофе ішемін. Матчқа 1,5 сағат қалғанда біз бәріміз киім ауыстыруға кіреміз. Сол кезде Red Bull'дан тағы ішемін. Матч біткен соң сол бітпей қалғанын аяқтаймын. Осыдан кейін мен матчта айғыр секілді жүгіруге мәжбүр боламын, дейді Варди. Бірақ ескерте кетейін, дәл осылай күнде энергетикалық сусында кофені іше беру денсаулыққа өте зиян. Бүгін ертең зияндығын көрсетпесе де, кейін көрсетері анық. Көрсеткенде де өкіндіріп көрсетеді. Себебі денсаулықтың кейінге қалдырып қойған өзінің беретін күшін энергетикалық сусын тез арада алып, аванс секілді беріп тастайды. Ал ол кезде денсаулық күшті қайта орнына келтіре алмай, аяғын өлімге жіберуі де мүмкін. Ешкім ішпесін демеймін. Кейде күш шынымен де керек кездері бұл сусында үлкен көмегін береді. Алайда оны жиі ішу бұл мүлде дұрыс емес. Ал Варди секілді ішу тіпті дұрыс емес. Дәл осыны түсінген Варди де қазір Red Bull'дың кіші банкасын ішеді. Бұрындары ол үлкенін және екеуін алып ішіп жүрген екен. Не дегенмен де Варди бұл өте бөлек жағдай. 30-дан кейін 100 гол соғып, 35 жасында әлде өз бабында екені адамды таң қалдырады. Мансабының өзін сол 24 жасында әрең дегенде бастаған Варди үшін бұл үлкен жетістік. Оған дейін ол ауыл арасындағы бейресми матчтарда ғана ойнап, зауытта жұмыс жасап күн көріп жүрген еді. Бала кезде мықты академия мен мықты клубтың құрамында болғанда, Роналдуларға да төтеп беретін футболшы болуы әбден мүмкін еді. Жарайды, Джейми Вардидің қызықты өмірбаян кейін басқа видеода айтатын боламыз. Осы видеоны аса лайк басып, Желаяқтай арнасына қолдау ретінде тіркелеген. Қолдауың ауадай маңызды. Амандықта жолыққанша, сау саламат.